Абайда бәрі бар. Гете сияқты 143 том жазған жоқ. Толстой сияқты 96 том жазған жоқ. Бар болғаны мұқаба үнем деген адамға бір-ақ кітап Абай. Соның бәріне бүкіл қазақтың болмысын сыйдырды, айтам деген нәрсенің бәріміз Абайдан табамыз. Неге? Абай кім ең бірінші? Абай қалай деген ақын. Қазақтың ұғымында қазақ Абайды ақын деп таниды. Бірақ ақынның ішіндегі әуезов айтпақшы, ақылдың ақыны. Абайдың жүріп өткен жолы, Абайдың сүрген өмірі шынында да қазақтың ең бір отарлықтың қамытын әбден киіп, басқыншы жұрттың қарамағына толығымен кірген шағы. Сонымен Абайды ақын дедік. Өзді айтады. Өлең сөздің патшасы дейді. Сөз сарасы дейді. Саралау, классификациялау. Жіктеу, саралау. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Енді осы екінің бірінің қолынан келетін нәрсе емес қой ақындық. Сөйтеді, өлеңнің алғы шарттарын айтады. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы, бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның ғылымсыз бейшарасы дейді. Ақын дейтін аты қалады, ақын емес деп айтпаймыз. Ғылымы жоқ бір бейшара, енді бездарны, дарыны кем ақын дейді. Сөйтеді, енді дұрыс қой. Абайды хаким дейміз, хаким дейтін себебіміз, Абайдың өзі айтады. Әрбір хаким ғалым дейді, әрбір ғалым хаким емес дейді. Хакимдікінің даналық, мудрость былайша айтқан кезде. Даналық екінің біріне берілмейді. Ғалымдық берілгенмен ғалымның бәрі хаким бола бермейді, ал хакимнің бәрі ғалым бола алады дейді. Өйткені әр нәрсенің ретін біледі. Әр нәрсе даналықтың көзімен қарайды. Аның үшін не керек дейді өзі айтпақшы Абай. Аның үшін дейді, Абай өлең сөздің патшасы сөз сарасы деген өлеңінде енді негізгі бір тиянақта бар, табан тірер, негізгі ұстын, енді философиялық категория дейсіз бе, басқа дейсіз бе, әуелі дейтін сөзге келеді. Әуелі дейді, ақын болу үшін, сөзің жақсы елге жету үшін, халыққа ақыл айту үшін, сауабын жинау үшін не істеу керек дегенде, әуелі аят, хадис сөздің басы дейді. Аят Құранның бөлшегі, хадис пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өнегесі. Сүйенетін нәрсең әуелі аят, хадис сөздің басы болу керек дейді. Сүйенетін нәрсең сол болу керек дейді. Қосарлы бәйт мысал келді арасы. Бәйт мысал енді тарихы бар, қысасы бар, басқасы бар. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбармен оналаса дейді. Ол егер саған қисынды болмаса, ол қызық, яғни сенің өмірге тұтынуыңа көмектеспесе, ол сенің қалай бала шағаңды асырауың, қалай мал бағуыңа, қалай кәсіп қылуыңа, туыстық қарым-қатынас, қоғамдағы орның, осының бәріне қисынды және қызықты, ол сенің қажетіңе жарамаса, неменеге айтады? Алла тағала ештеңеге мұқтаж емес деп Абайдың өзі айтады. Алла ештеңеге мұқтаж емес. Адам баласы біз мұқтажбыз дейді. Ал Алла өлшеусіз, адам баласы өлшеулі. Өлшеулімен өлшеусізді өлшей алмақ емессің дейтін Абай өзінің бір сөзін тағы мына бір тұста әдемілеп айтып кетеді. Сонда қарап отырсаңыз, Абай сүйенген нәрсе аят пен хадис.